Ми тамырларын тазарту, денсаулықты жақсартудың маңызды бір тәсілі. Бұл процесс адамның жалпы жағдайына оң әсер етеді. Бас ауырсынуы азаяды, ойлау қабілеті жақсарады, есте сақтау қабілеті күшейеді және көңіл-күй тұрақтанады. Көптеген адамдар ми тамырларын тазалауға арналған табиғи, халықтық әдістерді пайдаланады. Бұл тәсілдер қауіпсіз, қолжетімді және уақыт сынынан өткен. Осы мақалада ми тамырларын тазартудың бірнеше тексерілген әдістеріне кеңінен тоқталамыз. Бірінші әдіс. Бал мен грек жаңғағы адамның ми қызметіне оң әсер ететін бағалы өнім. Оның құрамында омега-3 май қышқылдары, дәрумендер және антиоксиданттар бар. Бал табиғи антисептик және иммунитетті көтеретін өнім. Осы екі табиғи өнімді біріктіре отырып, керемет емдік қоспа дайындауға болады. Бұл үшін 5 дана грек жаңғағын ұнтақтап, бір ас қасық табиғи лайм балымен жақсылап араластырыңыз. Дәмін және емдік әсерін арттыру үшін ұнтақталған даршын мен имбирден бір шымшымнан қосып, қайтадан жақсылап араластырыңыз. Дайын болған қоспаны шыны ыдысқа салып, бір тәулік тоңазытқышта ұстап қойыңыз. Қабылдау тәсілі. Бұл емдік қоспаны күніне 3 рет, тамақ ішуден 30 минут бұрын бір ас қасықтан қабылдау керек. Бұл қоспа ми тамырларын тазартып қана қоймай, жүйке жүйесін тыныштандырып, есте сақтау қабілетін жақсартады. Екінші әдіс. Пияз шырыны мен бал. Пияз табиғи антибиотик, ал балмен бірге қолданғанда оның емдік қасиеттері еселене түседі. Бұл қоспа қан тамырларын тазартуға, жүрек-қан тамырлар жүйесін нығайтуға, сонымен қатар иммунитетті көтеруге көмектеседі. Дайындау тәсілі. Пияздан 3-тен 1 стақан шырын шығарып алыңыз. Шырынды сығып алған соң 1 стақан табиғи балмен жақсылап араластырыңыз. Қоспаны шыны ыдыста сақтаған жөн, тоңазытқышта сақтау тиімді. Қабылдау тәсілі. Бұл емдік қоспаны күніне 3 рет, тамақ ішуден 30 минут бұрын бір шай қасықтан қабылдау ұсынылады. Бұл әдіс әсіресе суық тию, әлсіздік немесе созылмалы шаршау кезінде пайдалы. Үшінші әдіс. Табиғи шырындар. Жаңа сығылған табиғи шырындар ағзаны дәрумендермен қамтамасыз етіп қана қоймай, ми қан айналымын жақсартады, токсиндерді шығаруға көмектеседі. Әсіресе анар, алма және сәбіз шырындары пайдалы. Анар шырыны темірге бай, қан құрамын жақсартады, қан қысымын реттейді және миға оттек жеткізілуін күшейтеді. Алма шырыны антиоксиданттарға бай, ал сәбіз шырыны бета-каротин мен дәрумендердің көзі. Қабылдау тәсілі. Күніне 2 рет, түскі және кешкі астан 30 минут бұрын, жарты стақан анар шырынын ішу ұсынылады. Кей күндері оны алма немесе сәбіз шырынымен кезектестіріп ішуге болады. Шырын мүмкіндігінше табиғи, үй жағдайында дайындалған болуы керек. Қосымша кеңестер ми тамырларын тазарту үшін жоғарыда аталған әдістермен қатар күнделікті өмір салтында ескерген жөн. Физикалық белсенділік, таза ауада серуендеу, дұрыс ұйқы режимі және стресс деңгейін төмендету мидың саулығын сақтаудың басты кепілі. Сонымен қатар, майлы, қуырылған тағамдарды азайтып, көкөністер мен жемістерге бай дұрыс тамақтану тәртібін ұстанған жөн. Су ішуді ұмытпау керек. Күніне кем дегенде 2 литр таза су ішу қажет. Су ағзадағы зат алмасу процесін жақсартып, қан айналымды реттейді. Қорытындылай келе, ми тамырларын тазарту әр адам үшін маңызды әрі қажетті процесс. Табиғи өнімдер арқылы жүзеге асатын бұл әдістер тек қана ми саулығына емес, жалпы ағзаның жұмысын жақсартуға мүмкіндік береді. Ең бастысы үнемі күтім жасау, емдік қоспаларды жүйелі түрде қабылдау және салауатты өмір салтын ұстану.